2024 қалай өткенін еске алайық. Жылдың басында 6 нейрохирургтан консультация алдық. Алматының нейрохирургтарына очная консультацияға бардық. Қаншама консультациялардан кейін бір шешімге келіп, баламның басындағы шунтын Мәскеуде ауыстырдық. Баламның басына операция сәтті жасалғанына шүкір. Көктемде баламның мойнындағы трубка трахистомадан құтылдық. Бұл операцияның да сәтті өткеніне шүкір. Жазда Ресейдің ең қымбат реабилитация клиникасы Три Сестрыда 21 күніміз өтті. Бұл біздің ең керемет реабилитациямыз болды және өте жақсы нәтиже көрдік. Сонымен қатар Мәскеуде сирек анализдер тапсырып, гематологтан консультация алдық. Жазда жігерге толық чекап өткізіп, интегративный дәрігермен жұмыс бастадық. Астанада реабилитациямызды жалғастырып, күзде 4 медик курсын алдық. Жыл соңында Сарыағашқа шипажайға барып демалып келдік. Былтыр осы күндер арман еді. Биыл жігердің жағдайы тұрақталып, жоғарыдағыдай нәтижелерге жеттік. 2024-ті бір сөзбен тұрақтылық жылы дер едім. Жігерге және маған Аллахума барик деп қойыңыз. Биылғы жылдың қорытындысы осындай болды.